Сәлеметсіздер ме? 3-ші сыныптың АQT пәні бойынша жаңартылған оқу бағдарламасын қарастырамыз. 3-ші сыныптың 1-ші тоқсанында оқу бағдарламасы бойынша 3.2.2.1 қарапайым графикалық редактор құралдарын қолдану мақсаты оқылады. 3-ші сыныпта бұл оқу мақсаты 2-ші және 3-ші тоқсанда графикалық редактордың жұмысына қатысты тақырыптарда бірнеше рет қайталанады. Графикалық редактордың мысалы ретінде Paint графикалық редакторын пайдаланса болады. Графикалық редактордың құрылғыларын оқушыларға бірден барлығын оқытпаған жөн. Әрбір сабақта оқушылар кейбір құрылғылардың жұмысы мен мақсатына тоқталып отырады. Практикалық мысал үлгісінде құрылғылармен танысуға кеңес беріледі. Мысалы, қайталанатын үлгілер тақырыбында оқушыларға фигуралардан өрнекті құруды ұсынуға болады. Өрнекті алу үшін оқушыларды фигураларды қоюды және айналдыруды үйрету керек. Сонымен қатар үзінділерді көшіретін материал қайталанады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.